Ал достар, енді келесі кезекте біз тағы да весімізді аламыз. Біз осындай овальный тарелка жасайтын боламыз. Овальный тарелка жасау үшін бізге 90 грамм су қажет болады. Жаңағы анау неде пайдаланылғанды мен қайтадан жуып пайдаланып жатырмын. Весімізді сөйтеміз, қараңыздар. Осындай шаңы несі болатын болса, влажный салфеткамен осылай сүртсеңіздер болады. Бұл бізде екінші әдіс жасау, яғни овальный тарелка жасайтын боламыз. Қараңыздар, бізде мінекей осындай весіміз. Бізге керекті 90 грамм су қажет болады. Бізге абайлап кетіп сарттырып құятын боламыз. 90, бізде 130 болып кетті. Суымыздың артық суын алып, басқа стаканға құйып аламыз. Енді бізде 80 жетті. Кішкене құйып 90 грамм. 93 ештеңе кетпейді. Осындай 90. Неге қараңыздар, 90 грамм, 90 граммды біз 2 еселеп гипс қосатын боламыз. Бізге 90-ды 90-ға удалить етеміз. 90-ды 90-ға қосқанда бізде 180-ге плюс 10-ды қосып, біз 190 грамм гипс қосатын боламыз. Грамм гипс қосатын боламыз. Мінекей сіздерге көрініп тұр ма? 135, 170, 190 керек бізге. 184, 88. Мінекей 190 грамм. Яғни біз бұны жақсылап араластыратын боламыз. Яғни бізде нелер қалып кетпеу керек. Көрініп тұр ғой, сіздерге? Бізде қалып кетпеу керек. Түйірлер қалып кетпеу керек, түйірлер. Қараңыздар, овальный тарелкамызға алдық, 90 грамм су алдық. Және де 90-ға 90-ды қосып 180-ге 10-ды қосып, біз 190 грамм гипс қостық. Енді қараңыздар, жақсылап араластырамыз. Ішінде түйірлер болмау керек. Енді тағы да біз бұны жасыл краскамен жасайтын боламыз. Жасыл краскамызды ашамыз. Жасыл түсімізді қосамыз. Жасыл краскамызды қосамыз. Мінекей. Бұны да жақсылап араластырамыз. Іртіктер қалып кетпеу керек. Осындай жай байыппен араластырамыз да сразу молдымызға құятын боламыз. Және араластырасыздар ғой, осылай. Өзі бір түс шығарады, өзі. Гипс негізі краска жегіш. Бірақ краска жегіш деп көп краска қосудың қажеті жоқ. Көп краска қоссаңыздар, гипстарыңызда трещина болуы мүмкін. Енді қараңыздар, осылай жаймен араластырасыздар. Енді түбінде қоюлар қалып кетпеу керек. Енді біз бұны қазір құятын боламыз. Іртіктер қалып кетпеу керек қой. Енді қараңыздар. Спокойно бетін құятын боламыз. Қорықпайсыздар. Осылай жай ғана құя саласыздар. Мінекей қараңыздар, мынау дұрыс араласпай қалған түбі. Осылай қозғап жібересіздер. Көрдіңіздер ме? Мұның бәрін бір тегістеп шығасыздар қазір. Түбінде қалғанын құятын боламыз. Енді келесі кезекте біз бүйтіп қозғалтатын боламыз. Осылай шетіне ұстайсыздар да. Ол бізде пузырьоктан. Қорықпаңыздар. Осылай пузырьоктан бет
чана жарып жібере саласыздар таяқшаның көмегімен. Мінекей бізде осындай болып шығады. Артыға болса құямыз тағы да. Мінекей біздің екінші овальный ыдысымыз дайын болды. Осылай 10-15 минут тұру керек. 10-15 минуттан кейін жылы жерге апарып қоямыз. Қараңыздар, жаңа құйған овальный тарелкамыз бізде 10-15 минут тұрды. Кішкене енді осыны жаймен көтеріп алып, жылы жерге қоятын боламыз. Аккуратно көтереміз, трещина болуы мүмкін. Аккуратно көтеріп, осылай жылы жерге апарып қоямыз. Енді ол тоже жарты сағат, 1 сағат тұру керек. Біз қазір мынау сыртындағы молттарынан жаймендеп шешіп алатын боламыз. Шешіп алайық қалыптарынан. Гипсқа салмақ салмаймыз. Молтты жаймендеп осылай босатамыз. Мінекей, бұдан кейін молтты міндетті түрде тазалап қойыңыздар. Жаймендеп осылай молтымызды шешіп аламыз. О, бисмилля. Круто. Қараңыздар, мінекей, осындай әдемі овальный тарелка шықты бізде. Қараңыздар, қандай күшті.